Ассаламағалейкум. Бүгін қазақтың тарихын екі ауыз сөзбен айта кетейін. Көңіл бөліп тыңдаңыздар. 1731 жылы кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан патшалық Ресейге бас игенінен бастап, қазақ ешқашан бас көтерген емес. Бүйтіп ойласақ, қазақ осы патшалық Ресей, Совет өкіметі, фашистік Қытай коммунист осы күнге шейін қазақ ешқашан бір еркіндік дегенді сезім болған жоқ. Қазақ ұлты үшін өз жеке басыңды ойлама. Қазақ ұлты әрқашан қазақ ұлты өз еркіндік үшін, өзінің ұлтының тарих үшін, тарақи үшін, келешек үшін ешқандай бұл адамның тарихында бір дамытатын жұмыс істеген жоқ. Не үшін? Құл болып жүрміз. Міне қазіргі осы күнге шейін Қазақстанда қазақ болсын, Қытайдағы қазақ болсын, әлі құл болып жүрміз. Қытайдағы қазақтар амал жоқ. Бұдар Қытай коммунист, осы фашистің қолында қазақ емес, Қытай болып кетіп бара жатыр қазір. Осы күнде дәстүрлі салт, мәдениеттеріміз, тілдеріміз, діндеріміз ештеңкесін қалтырмай Қытай құртып кетіп бара жатыр. Ал Қазақстанда қазақтарымыз орысқа жатып кетіп, орыс болатындар орыс болды. Қытай болатындар шеттен, Қытай шет жақтан қаптап жеп отыр қазір. Қазақтар, ояныңдар. Тарих өте маңызды нәрсе. Тарихты білмесең, ұлттың, өзің ұлтыңның келешегі қайда болатын әрқашан білмейсің. Қазағым, оян. Қазақ, ойлан. Аман болыңдар. Алдыңыздағы Қизат Еркінұлы.